Қайырлы күн, құрметті студенттер. Біз бүгін поэма жанрын әдебиет теориясындағы қарастырамыз. Соның ішінде әдебиет теориясының поэма жанры бұл қандай жанр еді? Нақты одан кейін поэма жанрының шығармашылық мүмкіншіліктері қандай? Соның ішінде қазақ поэзиясының құлагері Ілияс Жансүгіровтің құлагер поэмасын талдаймыз. Енді осы поэманы талдамас бұрын жалпы поэма туралы қандай түсінігіміз бар бірінші курстан бастап. Соны есімізге түсірейік. Поэма қандай жанр еді, оның қандай мүмкіндіктері бар. Біз дәріс барысында қандай поэмаларға тоқталдық. Осыған назар аударайық. Ойларыңды айтыңдар. Ал, еркін отырамыз. Ең алдымен бұл поэма сюжеттік поэма болып саналады, сюжеттерге құрылған. Және де Төлеутай Ақшолақовтың дерегінде келтіргендей бұл поэма негізінде құлагер туралы емес, оның иесі ақан туралы деп келтіреді. Бұл трагедия. Ол Ілияс Жансүгіров сол кезде оған негізі арқау болған құлагердің жағдайы емес, оған ақанның трагедиясы себеп болды осыны жазуға. Ол осы ақанның өмірін, трагедиясын бір шығармаға сыйғыза алмайтын болған соң, және ол уақытта ақан сері өзі туралы деректер жоқ болып, ол әдебиеттегі орын ала алмай отырған еді. Сол себепті ол ақанды жасырып жазуға тура келді. Жақсы. Енді поэма туралы поэма. Оның қандай ерекшелігі бар? Өмірді қалай суреттейді? Баяндау түрінде қара өлеңмен жазылған орта көлемді эпикалық жанр болып табылады. Оны біз қара өлеңмен жазылған повесть деп айтсақ та болады. Жақсы, тағы кім қосатыны бар? Кімнің қосатыны бар? Яғни ол көлемді поэзиялық туынды өлең тілімен жазылады екен. Одан кейін сюжетке құрылады. Баяндау стилі қандай? Неменеге құрылады? Оқиғаны, сол жердегі адамдардың мінез құлқы, замандағы тартыс, соны суреттеуге. Оқиғаны баяндауға құрылады. Бұнда қандай проблемалар көтеруі мүмкін? Мысалы, жеке адамның тағдыры сөз болады, басқа неме ол заманның шындығы. Яғни жеке адамның тағдыры, жеке адамның өмірі, оның басынан өткен белгілі бір мерзім арқылы заманның шындығы көрсетіледі екен. Ілияс Жансүгіровтің құлагер поэмасы толғану деген бөлімнен басталады. Халқымның қуанышты бұлбұлымын, жұртымның жүйрігінің дүлдүлімін көтеріп көптің көңілін күнде шауып, жүлдалар жұма сайын туды күнім дейді. Яғни бұл өте көтеріңкі леппен басталатындығын көреміз. Енді ақан, осы құлагер поэмасына кейіпкер болған ақан кім еді? Ақан сері ақ жігіт, Қорамсаулы. Бұл Мағжанның пікірін келтірейік. Ақанның өмірі ертегі өмір. Судай сұлу, желдей екпінді, жалпақ жұртқа жат жұмбақ өмір дейді. Яғни Мағжан ақан сері деген мақаласында дәл осы 20-30 жылдар аралығында 26 жыл жазады, нақты айтқанда, осы мақаласында ақан серіге қызығушылық танытқанын көреміз. Яғни ақан өзі сал, өзі сері, өзі әнші, өзі композитор, өзі кереметтей сұлулықты сүйген, эстет адам болады. Киім кигенде де сән салтанатпен жолдас жоралары бүкіл қазақ даласын 19 ғасырда сән мен салтанатқа, өнерге сусындатқан, думан ұрған осындай адам болады. Яғни материалдық құндылық, мал жинап, дүниеқоңыздыққа салынған адам емес екен. Адам бойындағы асқақтықты, биіктікті, биік адамгершілікті, сұлу махаббатты, сұлу табиғатты сүйген ерекше адам болды. Міне, жаңағы ақан серінің өмірі ертегі болғандықтан, өнері де ертегі болғандықтан, Мағжанды да, Ілияс Жансүгіровті, қазақтың екі бірдей маңдай алды ақынын осы кезеңдегі қызықтырған екен. Енді Ілияс Жансүгіров Мағжан туралы не дейді? Кешіріңіздер, ақан туралы не дейді?
Қайт болып қара күштен меселдесі, халықтың қайғыда өткен нешен досы, жаныштап жұрттың жанын жерге тыққан қара күш қаңқу сөзді кесел досы. Тегінде тегін бекен ақан сері, бұл да бір емес бекен елдің ері, өз ұлын, өз ерлерін ескермесе, ел тегі қайдан алсын кемеңгерді дейді. Яғни бірден бастағанда Ілиясты не толғандырғанын көреміз. Яғни өзінің елін алға сүйрейтін, өзінің еліне өнер, насихат айтатын, үлгі көрсететін адамдарды ескермей, ол қара күштің құрбанына айналатын болса, ел мықтыны, ел көсемді қайдан алады деп бірден сұрақ қояды. Енді жаңағы Ақанның өскен жері, туған жері қандай болды? Соған бір сәт назар аударайық. Ол өзінің туған жерін былай деп суреттейді. Мынау суретте көкше өңірі, көкшенің әдемі табиғаты көрсетілген. Осы әнді тыңдайық. Бір сәт. Енді ары қарай. Жаңа жоғарыда айттық, біз бұл поэмада ақан сері ме, әлде сурет құлагер деп аталғанмен, әлде әңгіме құлагер туралы ме? Бұл поэмада Ақанның трагедиясы осы құлагердің өлімімен берілген болатын бізге. Осы трагедия арқылы жан күйі деген күй туған болатын осы поэманы трагедия арқылы. Жақсы. Сүгіров бұл жерде тек қана құлагер арқылы Ақанның трагедиясын ғана емес, ол құлагер арқылы Ақанның трагедиясын айта отырып, сол арқылы жаңадан бір күйді тудыра отырып, сол күй арқылы қазақ даласының әлеуметтік теңсіздігін де көрсетті. Қазақ даласының сол кездегі зарланған күйін, мысалға, соңында айтады ғой, мынау шал қайыңда отыр көлеңкелеп, мынау бас құлагердің қу басы еді деген кезде, бұл жердегі бастан шыққан зарлы әуен тек қана Ақан серінің трагедиясы емес, бүкіл қазақ даласының трагедиясы екенін көрсетеді. Қандай трагедия? Замана трагедиясы. Қандай трагедия сонда? Сол кездегі батыраш арқылы әлеуметтік теңсіздік, сол кездегі байлардың шын мәніндегі бет-бейнесін көрсету. Өлеңдегі қызғанышты суреттей отырып, осы қазақтың әдеби әрі мәдени элитасының құлагер сынды сүрінетігін айтқан. Поэмада. Яғни, енді Мағжанға кезек берейік, Мағжанның пікіріне. Яғни, құлагер де Мағжанды қызықтырған екен, дәл Ілияс Жансүгіров сияқты құлагер де қызықтырған екен. Бұл жаңағы былай ойланып қарайтын болсақ, бір ғана ат туралы, не болмаса жүйрік аттың соққыға жығылған туралы емес. Ол ары қарай қарайтын болсақ, жаңағы көшпенді өмірдің символы, ол қазақтың ғасырлар бойы дәстүрмен жалғасып келе жатқан табиғатпен етене, аялы табиғаттың құшағындағы еркін өмірі, сосын көшпенді тірлігі және жан серігі ат туралы. Тек қана жаңағы құлагер бір ғана жүйрік, бір ғана қазаға ұшыраған дүлдүл ат туралы емес екен. Сондықтан Ақанды да дәл, Мағжанды да дәл Ілияс Жансүгіров сияқты құлагердің қызықтырғаны және осы мақалада тоқталып өткендік көрінеді. Құлагер дейді, көбей қарауыл Шөкетай жылқысынан шыққан. Көбей қарауыл деген арғынның ішіндегі ру, осы Шөкетай жылқысынан шыққан дейді. Жабағы тай күнінде құлагер кез келген жерде
қарда күртік үстінде өлген малдай серейіп ұйықтай береді екен. Шөкетайдың ағасы Әбілторы сыншы құлагерді тай күнінде тұлпар болады деп сынаған екен. Құлагер дөненінде қарауыл ішінде алдына қара салмайды. Сол құлагерді ақан 100 сомға сатып алады. Бестісінде құлагер шабан асында дара келеді. Бұдан бұлай шет елдерде ақан мен құлагердің аты бірге шығады. Ақанның жүйрігі құлагер, құлагердің иесі ақан деседі жұрт дейді. Яғни тірісінде ақан да, оның жан серігі құлагер де аңызға айналған екен. Елдің аузында жаңағы аңызға айналған екен. Енді осы жаңағы трагедия деп жатырмыз. Не болады? Маған айтып беріңіздерші. Басында поэманың екінші бөлімі не деп аталады? Туған жер деп аталады. Енді осындағы табиғаттың суретіне назар аударыңыздаршы. Табиғаттың келістілік, табиғаттың суретіне назар аударыңыздар. Кім мәнерлеп маған оқып береді? Кереметтей сурет дейді. Ал оқыңызшы. Көкшетау жер жәннаты жеке біткен, бұл сұлу кең далада бойын күткен, жомарттау дастар қанды момақантау, шипатау тазартатын барлық дерттен. Көкшетау көп жердің бір көркем жері, қыз орман бурабайдың мөлдірлері, жамылып жасыл барқыт асыл құндыз, түрленген тоты құстай тау көркемі. Сайраған бұлбұлындай әншілері, зулаған дүлдүліндей жүйріктері, хан тұрып қазағына хандан тұрған қонысы Абылайдың бір күндегі. Қазақтың әсем жері арқасында, арқаға жетер арал балқашың ба, Сырымбет, Зеренді, иман айыртаулар, арқаның тізілгендей алқасына. Арқаның алқа қонған даласына, ауылдай таулар отыр жарасымда, алапқа бетегедей киіз төсеп, оранған орманды тау ағашына. Бұлақтың тәттісі де, тазасы да, көлдердің кең мөлдірі тап осында, айдыны алашы бар құс қиқулар, ауыл мал масаты көл жағасында. Жақсы, иә? Табиғаттың таудың ішіндегі әрбір ағаш, әрбір сурет, әрбір келбеті тау, орманның ішіндегі. Соны қаншалықты терең білген, және қаншалықты ақындық көзбен қарай алғанын, суреткерлікпен, сөзбен суреттеп білгендігін көруімізге болады. Яғни, ал енді қайтадан келейік. Құлагердің трагедиясы суреттелді, ақынның трагедиясы суреттелді, және заман трагедиясы суреттелді деп айтыңдар. Осы поэмада табиғаттың аялы бейсігі, осындай сұлу табиғатқа ғашық болып жүрген ақанды көреміз, шығарманың басында. Ол елден жырақтайды. Осындай таза табиғат аясында кей күндері тау ішінде қонып та қалатын. Бұл нені білдіреді? Ақынның қандай сипатын білдіреді? Және ақын Ілияс Жансүгіров ақанды қалай сипаттайды? Қандай адам еді деп сипаттайды? Мәтіне тау оқыңдаршы. Қандай адам? Неге ол табиғатпен етене болғанды, табиғаттың аясында жалғыз жүргенді жақсы көрді? Былай айтады, тұсында сері болсын, пері болсын, омар өмірмен ақанбаған дейді. Сосын Лермонтов болмағанмен біздің ақын, ақын мен ақындықтан құралақан, кісі мен ақындықтан құралақан, ортасын оқы көрген, бұл да дара инеген иттерге бас сері дарқан дейді. Жақсы. Я қандай адам еді дейді? Ешкімге басын имеген өр рухты. Өр рухты, қайсар және жаны өте нәзік адам болады. Ал не деп сипаттайды? Таба алмай тыныштықты туған елде, кете алмай бір жолата бөлген жерге, тартқанда жалғыздықтан жаны торлып, төсеген талай ерлер оққа келді деп сөйледі. Жалғыздық сезімді өте асқақ рухты, өр рухты адам болды де, жамандардың алдына басын имейтін өр рухты адам болды. Тағы қандай болды? Сосын соңында ақан мұратын Ілияс былай дейді, текті құс тазалықты қолына ұстап, арманы ақ сұлулықты сүю деген дейді. Арманы тек қана сұлулықты сүю, оны өнерге айналдыру, сондай өзінің ішкі жан дүниесімен жеке қалуды сүйетін адам екен. Тағы мынандай шумақтар бар екен.
Адамнан айналадан күйіркеден, бой тартып ел ішінен жиіркенген, безінген бір жолата тағы болып, аулақтап әсем тауда жүруменен. Сұлулық жерден өніп көктем жауған, тапқан ол тыныштықты таза таудан, шомылып мөлдір көлге орман ұйықтап, жақсы жер жұмбақ жанын аялаған деген. Жақсы, оның жаны жұмбақ болды дейді. Ақ көңіл асқар жанын алып қашқан, арамнан айналадан кірден сақтап дейді. Яғни оның табиғатқа көп жақын болғандығы, табиғаттың аясында жүргенді, өз ойымен өзі жүргенді, саяқ жүргенді жақсы көретіні, былғаныш өмірден, кірден, ел ішіндегі дау дамайдан, айтыс тартыстан, сөзден бойын аулақ салған. Таза жүрген деп мына жақта да айтып тұр ғой. Қайындай мінсіз таудай таза жігіт болған деп. Мына жері бар екен. Ол емес, және өзінің малын баққан, жалшы емес, байдың отын жаққан, кісіні итетінен жек көретін, дау болып арыз айтып биге шаққан. Жақсы, яғни ол дау болған, арыз қой, елдің берекесін қашыратын сондай адамдарды жек көрді дейді. Өзі де малдың соңынан қуып, мал болған жоқ, жалшы болған жоқ, өзінің малына жалшы болған жоқ дейді. Жақсы. Және де бұл өзі ауылында аз оқыған, алғыр ой, ақын, әнші көп тоқыған. Елдің улап, өлім тілеп жалман қаққан бұл емес, бөлек еді көп сопыдан деп. Бұл жерде оның елді улаудан аулақ болған, озбырлықтан аулақ болғандығын, таза болғандығын, және де көп оқығандығын айтып тұр. Діни білімі өте мықты болса да, ол елді алдап, елдің санасын улап, сосын көп сопыдай сол елді адастыра отырып, оны мал табудың көзіне айналдырған жоқ дейді. Яғни білімі өте таза болды. Ең бастысы жан дүниесін мына кір дүниеде таза ұстады, соны табиғаттың аясына жаңа сырым беттей әдемі жерге алып қашқан екен. Ашылық айтады, көрікті көркем табиғат ақан жырдың бесігі, оның жыры да, өмірі де осыған тән. Жақсы. Енді ары қарай айтамыз. Қандай поэманың құрылысы, қандай тараулардан тұрады, қандай тараулардан тұрады, және не айтылады бұл поэмалар, бұл әрбір тарауда не айтылады? Сосын тағы айтатын мына жерде Сағынайдың асы жетеді, Сағынайдың асында сойылып отқан малда Сағынайдың өзі емес, тек қана сол малдың баққан, қараша халықтың малы, соны жеп отқан сол байлар, сол кедейлердің ақысын жетіп, сол жерде тағы суреттеп айтады. Жақсы, енді қараңыздар, Ақанның әлемі саялы табиғатты, ол тыныштықты сүйеді, құстардың үніне дем қояды. Табиғаттағы саф, таза жерге, самал жерге бетін төсейді. Кей кезде тауды төсеніш қылып, таулы жерді ұйықтап та сонда қалады дейді. Ол өте тазалықтың, асқақтықтың, сұлулықтың, өзінің жырына бүкіл тақырыпты да, шабытты да сол табиғаттан іздейді. Ақанның әлемі қандай? Жаңа біз сипаттады, оның болмысы қандай? Ал енді ас бөлімінде сипаттайтын жаңағы кір әлем, ақын бойын тартқан. Дау дамайы көп әлем, дарақылыққа салынған әлем. Қандай екен? Бұлай суреттейді. Заманда сонау сарсаң ақан тұрған, ол заман елге тұсау зорға думан. Жалмалап жеп айналасын аш кемедей, семірген жұрт қанына нелер жуан деп, сол кездегі заман бейнесін нақты көрсеткен болатын. Сол кездегі негізгі Сағынайдың асына жиналған адамдардың бәрін жағымпаз адамдар деп суреттейді. Сағынайға жиналған, сол кездегі губернатор бір кісі келіп арыққа сылқия қойып отырады, ол да сол заманның көрінісі деп. Бәріне табан сияқты, адамдардың жаңағы бір қорқау қасқыр сияқты анау тамаққа, сосын астап төгілген дүние, және тек қана жағымпаздыққа салынып отыр ма? Ең бастысы не олардың соншалықты сойыс мал әкеліп жатқан асқа, бірінен бірі асып түсуге тырысып жатқан қандай мінезін көрсетеді? Дүние қоңшылдарын, сарашылықтарын, Бұл жерде ақын былай көрсетеді, шығынын шаңырақ ақын мұңша дескен,
бір үйге старшындар құлақ кескен. Жасауыл анау жерде ат аударып, мынау жер жесір дауы дүрілдескен. Жиылған көп күшіген әрбір тұстан, қалмастан қарға құзғын түгел ұшқан. Тояттап қазы қарта түйе кекіріп, қып-қызыл билер жатыр қымыз құсқан. Қапқарын үйелмендер тісі шыққан, ішіне ет пен майды істеп тыққан. Желпініп алдартынан жел соқтырып, терс асып, қарнын қасып, бетін сыққан деп. Бұл жерде сол жердегі байлардың Яғни апай айтып кетеді, бұл ас байларға той, кедейлерге сор деп айтады. Не себеп? Себебі ол байлардың өздерінің қолынан шығарып отырған асы емес, ол халықтан жинап алып, қара халықтан жинап алып, соған өздері масайрап, мәз-мейрам болып, бір сағынайды да еске алып, оны ұлықтау емес, өз атақтарын шығарып бір мақтау. Сонда дарақылық, қазақтың мінезіне біткен дарақылық. Бірінен бірі асып түссем, осы астан кейін менің есімім қалса, бәленбай, түгенбай нәрсе әкепті, соншалықты нәрсе әкепті деген қалса деген ат қалса. Және бұл жерде тек қана әлеуметтік контрастты ғана суреттемейді. Бұл жерде тек ақанның арманы арқылы, арқаның суреті арқылы, жаңағы аруларды сипаттай отыра, ән мен күйлерді сипаттай отыра, ақанның ішіндегі сұлулық гармониясымен ұштастырады, арман мен сұлулықты аңсаған бұрындағы қазақ елінің, қазақ даласының, далада өмір кешкен қазақтардың тұрмысын армандаған ақанды суреттейді. Жақсы. Енді қараңыздар, бұл поэма жазылардың алдында біз білеміз, бір емес екі ашаршылық болды. 16 жылы, одан кейін 20 жылдар, 20 жыл болды. Енді одан кейін 32 жылы үлкен алапат ашаршылық болды. Бір жағынан жаңағы қазақтың осы ашаршылыққа дейінгі өмірі, кеңес өкіметіне дейінгі өміріндегі молшылық, бір жағынан кеңестік идеология бойынша бұл байларды, шонжарларды, одан кейін қалай болады, елдің үстінен күн көрген адамдарды теріс көзқараспен, елдің байларын теріс көзқараспен, сын көзімен қарап отырғандығын, оларды сол кездегі саясаттың 30 жылдардағы ұстанған саясаттың әсерінен сынап отырған сияқты. Бірақ та ар жағында жаңағы құрт құмырсқа жеп, бақа шайын жеп кеткен, өсімдіктердің тамырын қазып жеп кеткен ашаршылыққа ұшыраған қазақ халқының бір кездегі байлығы, молшылығы, соны да есіне түсіріп отырған сияқты. Байғанада негізінде ақынның жүрегінде қатты өкініш бар екен байқаймыз. Жаңағы 1928 жылы қандай қаулы қабылданды еді? Байкулактарды тап ретінде жою. Байкулактарды тап ретінде жою деген қаулы шығарды. Бұл қан құйлы қаулы болды. Бұл 32 жылы қазақ халқының жаппай ашаршылыққа душар болуына, қырылуына себеп болды. 49 миллион бас малдан қанша қалды деді? 4,5 миллион қалды. Сол сияқты Шығыс Қазақстанның мысалға 64% өлмегенмен, бірақ тағы көршілес Қытайға, көршілес Ресейге, көршілес Монғолияға көшіп, қоныс аударып, босып кеткен, көшіп емес, босып кеткендігі белгілі. Бұл жағдайлардың барлығы әрине Ілиясты толғандырмады емес, толғандырды. Яғни халықтың бүкіл ұлттық байлығын тартып алып, оны талан-таражға салып, дұрыс жүргізілмеген, оның көшпенді өмірі, ғасырлар бойы қалыптасқан көшпенді өміріне бір күнді экономикалық ерекшелігі, экономикалық жағдайынан бір күнді ажыратып тастағанын, оны қатты толғандырғандығын да байқаймыз. Яғни бұл өнерде астарлап айту шығармада байқаймыз. Бір жағынан ақан өмір сүрген ортамен, ол сүйетін ортамен, оның жаны сүйетін ортаменен, жаңағы ол қашатын, бойын аулақ салатын орта қандай болды, соны суреттеп отырғанымыз секілді, бірақ та оның ар жағында соншалықты байлық, ұлттық байлық, соншалықты сән салтанат, соның барлығына деген, соны аяқ астынан жоқ болып кеткеніне деген өкініш жатқанын көруіміз болады. Енді ары қарай шығарма астан кейін қандай оқиға болады? Құлагерді сынайды. Енді құлагерді тани алмаған. Сыншыларға назар аударыңдаршы, не дейді олар?
құлагерді? құлагерді. Не деп сын айтты? Осыма құлагерім деседі жоқ. Жүйрігі жануардың қай жасында? Салпы ерін сала сүйек салбыр тірсек, қатыбас қаншым ойын ит өндіршек, бітімі ойқы шойқы орда шорқы, кішкенедей жануарды ола өлшектер. Жақсы, мен естіредім дейді. Құлаға біліп қоян атар едім дейді. Қойға мінетін дейді. Қойшыға мен мінгізіп қояр едім, семіртіп, мен соңғы сояр едім. Кемпірдің азасына әкеп салып, бата оқып, ет қымызға қояр едім. Соңға сойып тастар едім. Айта ғой. Мен оны жүргіншіге сатар едім, болғанша асқа күлкі арқа қостым деп. Жақсы, тағы да не дейді? Тағы көрерменнен дейді. Сүйегі сиыр сүйек, қиқы жиқы, сал бөксе, жазық бауыр ұзын тұрқы. Осы маңдағы шыққан құлагер деп, астегі ақан атын күлкі. Қылдық күлкі дейді, яғни бәрі мысқылдап жатыр. Енді жаңағы әдеби өмірді естеріңізге түсіріңіздерші, осы жерде 20-25 жылдардағы әдеби дау-дамай, айтыс, тартысты естеріңізге түсіріңіздер. Сол кезде дәл осымен параллель жүргізуге болады. Бұл репликалардың ар жағында не жатыр, қалай жатыр? Бұл жерде тағы да айтады ғой, өзгеге ұғындырмас, өзі бұзбай, сыншыдан сақта құдай, сортаң тұздай, шатасқан шалдуардан жиіркенер, елінің ескісінен сөз айтқызбай деп, осыны анық түрде нақты көрсетеді. Яғни бұл сындар, жаңағы сіздер мысалға келтірген сындар дұрыс сын бе? Құлагердің жүйріктігін, алдына жан салмайтын дүлдірдігін көріп тұр ма олар? Жоқ. Көріп тұрған жоқ, себебі? Олар үйреншікті, олар жаңа затты көрмеген оның басқай қалды. Одан басқа себебі не болуы мүмкін? Көре алмаушылық. Батырашқа да жағыну ғой. Жағыну да бар, одан басқа. Батырашқа, яғни батырашқа жағыну, одан басқа не бар? Одан басқа ол кезде біздің әдебиеттану ғылымымызда осы тұрпайы социологизмнің жаңағы нақтылып тұрған кезі болады. Біздің айтылмайтын ескі әдеби мұраларымыздың ешқайсының беті ашылмайтын соған байланысты. Яғни Мағжан сияқты, Мұхтар Әуезов сияқты, Ілиястың өзі сияқты керемет қаламгерлер, Сәкен сияқты қатты сынға душар болды. Әркімге әртүрлі сын айтып жатыр. Өресі жетпей тұр ғой, себебі. Өресі жетпей. Құлагердің де дүлдүл жүйріктігін, алдына жан салмайтын жүйріктігін тануға шамалары жетпей жатыр. Ал Күреңбай келді не деді? Сүйегі жануардың жылқыдан жат, бұл емес теке жемет, не қазанат, күйкейіп көзге бұрыш көрінсе де, шапқанда шалдырмастай бітер қанатты. Бұл тұлпар келіп тұрған әбден бабы, салбырап тұрғанына дене жабы, маңдайы жарқырап тұр жануардың, ашылып тұр осаста мұның бағы. Көзімнің көбеймесе бүгін ағы, есімнен жаңылмаса сайтан тағы. Егер де шын жылқыны мен танысам, хақ мұның қырып жойып бәйге алмағы. Күреңбай көзі тұнып, көп қадалды, айналып алды артына көзін салды. Естуге Күреңбайдың байлау сөзін тарқамай көптің тобы тұрып қалды. Күреңбай көріп тұрып артын алдым, жануар жүйрігі екен жылқым алдым. Жері ұзақ, күш алдында өрен жүйрік, бітімі өз айтып тұр жануардың. Келіскен кескін мынау, омыраудың өз айтар, қаратам деп қазақ қауымын. Соң аяқ, быртық бақай, болат тұяқ, тасындай шұбарала көкшетаудың. Жақсы. Яғни осыдан ақанның тағандай, ақан деп қой, Ілияс Жансүгіровтің тағандай қабілеті байқалады. Сыншысы, кімнің өлеңіне ұқсайды? Яғни дәл атты таныса қазақтай таныған халық жоқ деп айтуға болады. Өзінің сиыры, аяғы тұяғына дейін, бұның құлағына дейін, омыртқасына дейін бүкіл жаңағы тұрқын сөзбен суреттеп тұру, оны ерекшелігін дәл өзі көріп тұрғандай, құлагерді көрген жоқ қой, Ілияс Жансүгіров. Көріп тұрғандай суретте ол нағыз шеберлігін көрсетеді. Жаңа біріншіде табиғатты суреттеуде, табиғаттың әрбір өскінін, әрбір таудың, оның тіпті самалын, әрбір бояуын суреттеудегі шеберлігін көрсетеді. Енді тірі жануарды қалай суреттеді, сол шеберлігін көреміз. Ал енді маған айтылса, Батыраш қандай адам еді, мәтініне табыңдаршы. Батыраш
екеуінің арасында Бегайдардың бұларда бір биігі біткен нардың, баласы Бегайдардың батыраш бар, өр көңіл жуан кеуде бір ауысардың. Атты айттық жоғарыда бір көкшоғын, әкелген асқа батыраш сол жүйрігін, қағатын қанат тыны өрей жүйрік, қоймаған қырдан жылқы бұл бір қырын. Иесі батыраш бір кетпе кеуде, ор көкпе, томырақ мінез намыс берме, осы аста тағы сынап бағыт айса, ол өзін дап-дайын тұр өлдім деуге. Жақсы, қандай адам еді? Қандай? Жуан кеуде Жуан кеуде дейді. Оны қалай түсінесіздер? Жуан кеуде. Өр көкірек. Я ойламасын. Намысшыл, бірақ та сасып намысшыл. Иә, дұрыс намыс емес, иә. Кеудесіне намыс кем дейді ғой. Иә, менен басқа жан жоқ деп тұр ғой. Менен басқа жан жоқ, менен басқа жүйрігі бар адам жоқ деп тұр. Тесіліп қалса өлуге ғана дайын деген. Және қандай мінезі қандай дейді? Томырық мінез. Томырық дейді. Ол қандай мінез? Томырық деген. Өзінің айтқанынан қайтпайды. Ашу деген аяқ астынан төгіп кететін деп болады. Жолындағысында қырын жой кететін адам. Мінезі томырық, өте қиын. Батыраш қап-қарындар өкілі деп жазған екен Төле Тайшолқ өзінің зерттеуіндегінде. Яғни қап-қарындар деген кімдер болды ол заманда? Дүние қоңыз, өр көкірек, елді жайпап жамайтын адамдар деп айтқан. Аяушылық жоқ. Жаңағыдай дау-дамайды сүймейді, кеудесін ешкімге бастырмайтын, басын жаман адамдарға илмейтін ақан екеуі бетпе-бет келеді. Қандай жағдай? Мен оқысам бола ма? Ниетпен дәл осындай көк ат кезінде қашаннан қап деп азын басып жүрген құлагер Көкшетаудан қиылған соң қызғанып батыраштың іші өртенген. Ел шет, руы жат, жалғыз елден асқа ақан ат қосып тұр алыс жерден. Барлығы батырашқа болып туға, қауіп билер ажалындай құлагерден. Жақсы. Яғни іші қызғанышқа толы береді дейді. Қызғаншақ адам екен, жаңағы томырық мінезіне қоса, одан кейін жуан кеуделігіне қоса, тоң мойындығына қоса қызғаншақ екен, өте қызғаншақ екен. Жақсы, оның қызғану себебі не? Ол құлагерді қалай таныды бұрыннан? Ол бұрыннан құлагерге көз түседі, оны қанша рет жаңағыдай қолқалап, құдай түссе де бірақ келмейді содан. Оның өзінің атынан бәрі озып келетіндігі бұның бітімі бөлек жануар екенін соны ерте кезден білген. Және де Аққошқар Сайдалдың асында бірде батыраш осы құлагерді көріп ақаны оны сұраған болатын. Менің бұның құнына саған елімдегі ең сұлу аруды берейін деген сияқты, немесе өзімнің жүйрігімді берейін дейді. Сол кезде ақан 3 ретте сұрайды, 3-ші ретте мен бұны бере алмаймын дейді. Сол кезде батыраш өзінің ұлы Жүніске айтқан болатын, Көкшетаудан құлагер аман қайтпасын деп. Сонда қан құйлы жоспарын бұл сөздің басы жаңағы кімнің ақанның мына сөзімен басталады. Жолықпай иесіне жүрген болса, осы жолы көк шолақты бөктеремін деп жаңағы өзінің ортасында айтып қалады. Бұл сөзді ақанның осылай деп бөктегенін, құланнан озар жылқы жоқ дегенін жеткізді. Батырашқа бір қуауыз құлаға бөктерлер көк дегенін деп жеткізесін. Екеуінің арасындағы қарама-қайшылық не себепті болды? Осы екі құлагердің бойынша болған. Жоқ. Құлағыздардың араға от салуынан. Дұрыс айтасыз, яғни өсек. Өсек, жаңағы екеуінің жағдайы болып, бір-біріне соғыстыру арқылы қызық көрмекші болып тұрген жеткізіп барды. Ол мүмкін ол сөзді айтпағандар. Айтпағандар шын. Ол халықтың алдында ақан сері ол кезде не істеп отырды? Ән айтып отырды, өнерін көрсетіп отырған болды. Ондай әңгіме айтатындай, ода мүмкіншілік те болмауы мүмкін. Содан кейін екеуі не деп соқтығысты? Сонда Ильястың айтқысы деп отырғаны адамды қаралау, жаттау, ертегі айту, шағыстыру, жаман нәрсе. Екі адамның арасында үлкен бір қақтығыс болды. Ол трагедия боласың. Бұл жерде бір Сәкен мен Мағжанның арасындағы араздықты, бәсекелестікті астарлап жеткізу сияқты көрінеді бір жағынан. Иә, өзінің өмір сүріп отырған заман, сол кездегі әдеби ортадағы, қоғамдағы шындықты айтып отыр. Сосын балуандағы күрес бар, сол жерде де жаңағы Мағжан мен Ильясты тағы көрсетіп қалды. Жаңағы бір бәйгені екеуіне қайтып бөлесің деген сияқты. Сол жерде де тағы бір шет жағысын өтеді. Екеуі қалай киіз үйдің ішінде дауласқалы
сөзбен айқасады. Не деп айқасады? Батыраш пен ақан. Және бұл қайтарада болады. Осы Анда жолай кездеседі, көк түгінді мақтап, көк түгін көптен алдын бермей ақтыр, өзге мал онан озып келмей ақтыр. Бас бәйге батыраштың сыбағасы деп тегіс қойды ұйғарып жұртымызда. Сонда ақан жауап береді. Естіген бұрынданқын көп неменің, Алтайдың жүйрігі онан жоқ дегенің. Жолықпай елсіне жүрген болса, осы жол көк жолақты бөктеремін деп жауап берген екен. Екеуі қатты сөзі келсе де ақанға сөзі мынау соңында айтқан. Қаңғырып қарауылдан асқа депсің, осы аста ады ерім басқа депсің, өзге өз аузыңмен бәйге беріп, атыңды өзгелерін қоспа депсің. Атаңас Алтайымнан қалай көпсің, алдымен бәйген тауып көрген жоқсың. Сорпасы Сағынайдың бұл болды ма, Алтайдан озамын деп. Алтайға мен ақи қышқан қонбай, қараңды көре алмайтын сендей торғай, бөктерем батыраштың көк атын деп, оттапсың аузыңа ие болмай. Сонда ақанға батып кетіп шалдың сөзі аңырап алғашқыда қалды дөзі. Ол тілмен алды шалды шағып, лап бермей оның дағы от мінезі. Оны да мінезі, от мінезі, қызба мінезі бар екен. Басында бұл нәрсені айтпағаны белгілі болып қалды, аңырып қалды дейді басында. Бұл не айтып тұр деді, не деді? Сонда би болсаң би шығарсың Алтайыңа, тілімді тереземден тартайын ба, көгіңді бір бөктермесем атың сенікі, шапса да әкел мініп байталыңа. Тұтқыштай өнігейіп қап-қара боп, батыраш басқа сөзді бақтаған жоқ. Батырып батырашқа жіберді-ау деп, тым-тырыс үндемеді тыңдаған топ. Жақсы, тым-тырыс болып қалды, тұтқыш деген не ол? Қазанды қазан тұтады, қап-қара күйеу болады ғой. Дәл сондай ол батыраштың түрі. Ағарай біз көреміз, яғни поэманың сюжетінде оқиғаның қойылып келе жатқан, тартыстың өте күшейіп келе жатқанын байқаймыз. Және енді немен аяқталды? Не болды жағдай? Көгеріп батыраша басы қалтақтап жан-жағына етіп жалдап, біле алмай не қыларын үйден шықты, халық та кетіп жатты үйден таққа. Жүйріктей жиын жарған қағып жайта, таңғалтып ән атымен елді байта. Ауылын қонған Сырымбет даласына деп ақан ән сап жатты басты шайқап. Осылай батыраш үйден шығып кетіп, ақан ары қарай өзінің әнін жалғастыра берді. Осы жерде біз ақанның мінезін танытқандығын байқаймыз. Ақанның қаншалықты өр мінезі болғанын көруге болады мына жерде. Естіп батыраш бұлан талқан, көкжалды қысып кетті ашу сайтан. Кепсініп ақ отауға келдігіріп, жиған жоқ аяғында жатқан ақан. Яғни ақанның кез келген адамнан бір сескенбейтіндігін осы жерде екеуінің сөзге келуі арқылы ақан мінезінің қандай өр мінезділігін көрсеткен. Жақсы. Ағарай, неден аяқталды, не болды? Көмбе деген тарауда құлагердің мерт болған суретінде. Осы көмбе деген жалпы тарауда осы құлагер поэмасында 10 шаққа сипаттама береді. 10 шақ неше түрлі түстерді ақтарды, және әр жерден келген рулардан қосылған түрлі жүйріктерді қосады, және жалпы саны 1300 ат қосылған деп айтады. Сағынайдың асына 1300 ат қосылған екен. Ал мерт болатын жерді оқыңызшы, мерт болатын. Шапшып қан шегесінен шыр айналды, сылқ етіп құлагер ат құлап қалды. Білген жоқ не болғанын ес қалған жоқ, тек бала жерге доптай домаланды. Құлагер шапшытқанда көкке қанды, тек бала шыр-шыр етіп аттан салды. Жоқ болды аққоз атты қара киім, тұйғын көк шыға шалып кете барды. Сосын жаңағы өлтіретін адам басына бай сөйлеп ғой. Ақмылтық ұшқыр бозат барасында, жаутырды жасырынып жарасында, жолысты тасқа біткен қарағанның әлгі атты күтір дайрасында. Мінгені боз кигені қара үстінде, құлагер тізгіндеген бал үстінде, мылтықтың аузына ұшқан құстай ағызып жекті жаудың дәл үстіне дейді жаңағыдай. Бала білмей қалды, негізінде үшінші болып па, нешінші болып келе жатты, келе жатты, алдына жан салмай, алдыға озып келе жатты, басында үшеу келе жатты да, одан кейін көк тұйғынмен тағы бір батыраштың тағы бір аты артта қалды да, алдыңға ытырылып шығып шауып келе жатты. Ал жау болса не істеп тұрды? Күтіп тұрды, жардың астында жасырынып тұрды. Сосын құлагерді
мерт қылды, иә? Жақсы, ары қарай. Сол жерде ақаның мынандай бір кейіптеу бар. Не болды? Бай-бай саған құлагерім, суалдың сорлы елінің бұлағы еді. Легі көңілімнің бәйтерегім, бұл жерде қалайынша құлап едің. Шыныңмен кеткенің бе құлагерім, қасында қасынысып тұрар едің. Басқа бас қызға берме жануарым, басылар өлгенінше қайтып жеріңді. Жақсы. Яғни қаншама тұлпар ұсынса да, тіпті аруды таңдап сүй десе де сенімді серігін сатпады, бермеді. Енді аяқ астынан бір қарақшының қолынан мерт болды. Енді осы құлагердің қазасына байланысты Ақанның әні бар екен, құлагер деген. Аттардың қылаң келе бастаған кезде алыстан қарап тұр, қайсысы бірінші келе жатыр. Құлагер алыстан баран деген аттың түсі. Баран болып көрінеді, баран ат. Ал енді алдаға шыққан ат баран емес, қылаң болды дейді, яғни боз ат болды. Көк түйғын келе жатыр. Алдыда. Соны алыстан қарап өзінің аты емес, қатты алаңдап, уайымдап тұрған сәті, соны суреттеді. Және құлагердің бүкіл Атығай қарауыл еліне дәл Ақан сияқты өнерімен танылған дүлдүл болады дейді. Бүкіл елге олжа салған елдің еркесі болды дейді, ат болса да дейді. Яғни осындай атты мерт қылды деп, бұл осы халықтың арасында таралған, ақынның өз есімімен сақталған, бүкіл мелодиясы да барлығы сақталған құлагердің, Ақанның трагедиясы, құлагердің трагедиясы туралы ән, трагедиялы ән. Ары қарай. Сосын құлагерді жоқтап жылқылатын жері ғой, сөз айтады ғой мысалы. Құлагер шапсаң бауырың жазылатын, жер ошақ жанымен қазылатын, құшақта қудалда қалдым жылап, жазым болып жау қолынан жалғызладым дейді. Адамды жоқтағандай осы құлагерін жоқтайды ғой. Ойын қызып думан тарады, ойран ел, обыр жеден емерген ер қалды. Жер жылап көк күрсініп жатқаны не, таудағы ой бауырымдағы неге сулар, ой мен қыр орман тоғай неге шулар, арқаның аяулаты өлгеніне аспан жер аза тұтып тұрған шығар деп жаңағы Ақанмен бірге сол қазақ даласының да күңіреніп тұрғанын осы жерде Ілиястың суреткерлігін байқап
көре аламыз. Бұл жерде соңында ақанның қалай өмірден баз кешіп, дүниеден барлығынан қашып, өнерді тек тастап, өмірден тастап, жалғыз өзі тауда өмір сүргені туралы айтылады. Жігіттің бір күндегі көкшетауы, күрсінткен көп сұлудың көкемауы, жаңғыртқан жақсы жерді жалпақ елді, әсемін аспанға өрлеп салған әні. Bir күнде болған жігіт жан жайлауды, қайда оның күлкі ойынмен жайнаңдауы, құлазып күзді күнгі көкшетауда қызықтың көшіп кеткен сар жайлауы, көңіліне құлагерден құйылып мұз, күйкүйіп отыр таста ақан байғыз, жан тыншын елден емес жерден тапқан, сондай бір адам болыпты жаны жалғыз. Жақсы. Поэманың басында айтылған тарауда ол күнде осы тауда жалғыз жан жүр, дүниеден аулақ таңқан дабыр. Қарашал қайында отыр көлеңкелеп, бір қолбас шал үстінде ілулі тұр деген өлең жолдар поэманың соңындағы мынау бас құлагердің қубасы еді, мынау шал ақан жалғыз қашқындай деген жолдардан өзінің көркемдік шешімін табады. Сол кездегі ақанның өмірі арқылы, құлагердің трагедиясын жырлау арқылы сол заманның әлеуметтік теңсіздігін, заман қасіретін көрсетілген. Жақсы, өте жақсы. Керемет шебер поэма, иә. Сонда ақанның қасіретімен бұл неге барлығынан баз кешіп кетті осы құлагердің өлімінен кейін? Қалай білесің? Адамдардың сатқындығы, әділетсіздігі, сол кездегі адамдардың бір мейірімділік қасиеті жоқ екендігі. Жауыздық. Жауыздық, сұлулық, махаббатқа тұнған өмірі керемет жауыздыққа тап болды, иә? Тап болды, содан кейін ол қатты рухани қасірет шекті, иә? Адамдардың мейірімсіздігін, қатыгездігін көрді. Яғни өзімшілдік, менде болмаса, сенде де болмайды деген сияқты үлкен бір трагедияға алып келді адамның бойынан. Бұл жерде төреті ақшалықты айтады ғой. Құлагер поэмасы ақан өмірін арқау етіп, оның трагедиясын сипаттады. Сол трагедияның тарихын баяндау арқылы өмірге бай-бай құлагерім деген күй келді. Сол күйдің құдіреті ақан өмірінің трагедиясы арқылы тек қана ақанның трагедиясын емес, сол кездегі заманның қасіреті, әділетсіздікті, әлеуметтік теңсіздікті және адамдар қашан оңалады деген ауқымды проблеманы көтерді. Сол кездегі заман құлагерлерінің дәл осы құлагердей дүниеден өтіп жатқан жауыздықтың құрбаны болып жатқаны анық ашық түрде көрсетеді. Жақсы, сонда бәрібір де шығармашылық шабыт, ақынның шабыты, ақынның ақылы бұл қандай режимге де тосқауыл бола алмайды, иә? Айтқысы келген дүниені бәрібір астарлап болсын жеткісі кеткен екен. Бұл поэманы қазақ әдебиетіндегі орны осы. Яғни, мынау 25-20-30 жылдар аралығындағы үлкен қазақ зиялыларын, қазақтың бүкіл өнер әлемін үлкен орны толмас трагедияға әкелген қатыгездік, дүлей қара күш, режим туралы поэма осылай өмірге келген екен. Өткендегі сабақта біз айттық, 105 мың зиялы сотталды, оның 22 мыңы атылып кетті деп. Яғни Ілияс Жансүгіровтің дәл ақан сері сияқты құлагерім-ай, бай-бай құлагерім-ай деп зарлайтындай, жылайтындай жөні болған екен. Кейін өзі де осы алдына жан салмаған кереметтей дүлдүл ақын өзі де трагедияға ұшырады, 38 жылы атылып кете барды. Артында қаншалықты мұрасы қалды. Кейінгі зерттеулерде, бастапқы зерттеулерде 12 поэмасы бар десе, кейінгі зерттеулерде 18-19 поэмасы болғанын айтылады. Міне бүгін сонда біз поэма туралы сөз еттік, және поэма жанры бұл адамның тағдырын, адам тағдыры арқылы қоғамның тағдырын, өте өзекті проблемаларды күрделі сюжет арқылы беретін көлемді поэзиялық туынды екендігін түсіндік. Бұл жерде поэмада пейзажды беруге де, адамның портретін беруге де, мінез құлқын танытуға да, іс-әрекетке де, баяндауға да үлкен орын бар екендігін көрдік. Және құлагер поэмасын бұрынғыдай кеңестік социалистік реализм тұрғысына бай мен кедей, таптардың тартысы туралы, әділетсіздік туралы суреттеді демей, бұл өте қазақ халқының
өнерпаз адамдардың дүлдүлдерінің бірінен кейін бірі оққа ұшып жатқан бүкіл тұтас көшпенділер цивилизациясының өнерінің өлгенін көрсететін ауыр трагедиялық поэма деп айтамыз.